Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, жолдағыларға ақ жол сәт сапар, еліңіз аман сау жетуіңізге тілектеспіз. Бүгін 11 мамыр 2026 жыл, есім Еркебұлан. Құрметті бауырлар, осы біз автомобиль М1 парақшасына және де өзіме жекеге де жазатын азаматтар көп. Олардың ішінде автокөлік мәселесі бойынша мына көліктерді заңдастыру кезінде, то есть легализация кезінде көліктері конструкторлық қойылған адамдар. То есть ол автокөлігіміз ары қарата сата алмай жүрік, 2 жыл өтуіне байланысты қазір автокөліктерімізді сатқымыз келеді және де шетелге шыға алмаймыз деген сияқты мәселелерін айтып жүрген азаматтар көп. Соған байланысты сіздердің назарларыңызды жеткізгім келетін бір мәселе. Құрметті бауырлар, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның осы жылдың басындағы берген жолдауына байланысты қазір елімізде әкімшілік баптарға байланысты рақымшылық жүргізіліп жатқан жайы бар. Соған бәріміз осындай конструктор ретінде қойылған автокөліктері бар азаматтар e-өтініш порталына кіріп, қазір хат толық нұсқасы төменде беріледі, шаблоны үлгісі дейміз бе, сол үлгісі беріледі. Соған байланысты үлгісін e-өтініш платформасына кіріп, егофтағы соған жаңағы госорганға ішкі істер министрлігін жазып, осы хатты маған тиесілі осындай автокөлігім, ВИН-коды осындайды әкімшілік рақымшылық кезінде осы автокөлігімде белгіленген мәселелерді, шектеулерді алып тастауыңызды сұраймыз деп сөйтіп сұрап көрейік, жазайық, бәріміз амал етейік. Халықтың талабы бар екен, халықтың сұранысы бар екен, қазір бір жеткізуіміз керекпіз. Ал егер талаптарымыз қанағаттанбаған жағдайдың өзінде де жоқ, әкімшілік рақымшылыққа жатпайды деген сияқты жауап алғанның өзінде де уайымдамаңыздар. Амандық болса мен де сөйтіп жазып қоятын болам. Сол кезде жауапты бәріміз бірдей алған кезде, сол кезде ары қарата не істейтінін сіздерге тағы да өйстіп видео форматында салып, осы конструктор автокөліктерін ары қарата сатылатын қылып, және де учеттан шешілетін қылып, шетелден шыға алатындай мүмкіншілік туғызуымыз керекпіз. Өйткені көлікті заңдастыруды өткеніне өздеріңіз білесіздер, 3 жылдан астам уақыт өтті. 3 жыл уақыт болды дейікші, легализация мына конструкторлерге 2023 жылдың мамыр айында басталған болатын. Сол, құрметті бауырлар, күшіміз ауызбіршілікте автокөліктің мәселесін жан-жақты шешіп, елімізде жақсы автокөліктерді айдауға өтел алымен бастапқы тіркеу салғажанын алып тастау мүмкіншілігін бірге туғызуымыз керекпіз. Сол үшін бір-біріміздің мәселемізге бей-жай қарамай, бірімізді қолдап, утилизбор первичканы алуын сұрап, және де осындай автокөліктерімізді, автокөлік саласындағы бүкіл мәселені түбегейлі жоюға атсалысайық, құрметті бауырлар. Назарларыңызға көп рахмет. Хаттың үлгісі төмендегідей автомобиль төменгі сызықша М1 парақшасына тіркеліп кетіңіздер. Және Еркебұлан нижний подчеркивание қазақ нижний подчеркивание 04 парақшасына тіркеліп кетуіңізді шақырам. Күш бірлігімізді сол жерде әлеуметтік желілерде көрсетіп отырайық. Сол, құрметті бауырлар, келесі кездескенше.